Сәлем баршаңызға, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен лечо қыстық салатының рецептін жасалу жолымен бөлісетін боламын. Мен арнама тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Ең алдымен пиязды тураймыз. Видеодағыдай. Содан соң 4 бөлікке бөліп, қызанақтарымызды да турап шығамыз. Табамызға май құйып, қыздырып алып, жуамызды қуырып аламыз. Содан соң қызанағымызды саламыз. Араластырып, кастрөлдің бетін жауып 1 сағаттай қайнатамыз. Болгар бұрышын дәл видеодағыдай етіп, үлкен етіп тураймыз. Мейлінше осы лечо салатына қызыл түсті болгар бұрышын таңдап алыңыз. Өйткені дәмі жасыл бұрышты дәмі ашылау болса, ал қызыл бұрыштікі тәттілеу болады. Қызанағымыз қайнап жатқанда қалған қажет заттарымызды дайындап аламыз, және сарымсақты да дәл видеодағыдай етіп тураймыз, үлкен етіп. Бір сағат өтті. Енді погружной блендердің көмегімен бір қалыпты массаға айналдырамыз. Ешқандай комочектар ішіне қалмау қажет. Содан соң бұрышымызды саламыз, араластырып, сарымсақты, тұз, бұрыш және де қантымызды қажетті пропорцияда саламыз. Лавр жапырағын ұмытпаймыз. Барлығын араластырып, тағы да шамамен 30 минутқа бетін жауып алып қоямыз. Мінекей, енді біздің лечо салатымыз дайын болды. Қысқа өте дәмді, жақсы жеңеді, аппетитті ашатын салат. Жасап көріңіздер, егер ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.